Сәлем, ақш-та тәулігіне COVID-19 коронавирусын жұқтырудың 120 мыңнан астам жағдайы анықталды. Бұл жаңа антирекорд болып отыр. Билік бір тәулікте 23.185 адам вирус жұқтырғанын хабарлады. Бұл бір күн бұрынға қарағанда 23.495 адамға көп. Статистика бойынша 1226 науқас қайтыс болған. Worldmeter статистикалық сайтының мәліметтеріне қарасақ, пандемия басталғаннан бері ақш-та коронавирус жұқтырудың 9.900.000-нан астам жағдайы анықталды. 241.000-нан астам адам қайтыс болған. 7 қарашада, яғни сенбіде, елде инфекцияны расталған жағдайларының жалпы саны 10 миллионнан асуы мүмкін екен. Сол құрдымға кетіп отырған ақш-тың назары қазір коронавируста емес, екі саясаткердің сайлауында болып отыр. Қазір мемлекет басшысы Дональд Трамп пен бұрынғы вице-президент демократ Джозеф Байден президентке таласып жатыр. Әр штаттағы дауыс беру рәсіміне жұрттың назары бұрын-соңды бұлай түспеген шығар. Бір штатта Трампты жақтаушылар көп болса, тағы бірінің тұрғындары дауысын Байденге беріп жатыр. Кәдімгі бір талас-тартыстың куәсі болып отырмыз. Алдын ала наразылық та бастап кеткені хабарланып жатыр. Мысалы, Милуокиде Трамптың 50-ге жуық жақтасы дауыс ұрлауды тоқтатыңдар деп көшеге шыққан. Назар аудару үшін тіпті жалаушаларды желбіретіп, кантри музыкасын қосып қойған. Олардың қайта санау керек және бұрмалау деген ұңғағаздар болған. Әрсін әрі. Бірақ коронавирустан дүние жүзінде антирекорд жаңартып, күніне 1000-нан аса азаматы қырылып жатқанда, мынадай талас-тартысты тоқтататын біреу жоқ па деген ойға келеді екенсің. Ал Қазақстанда енді статистика қорқынышты көрсеткішке жетіп жатыр. 2 апта бұрынғыда 40-56 адамнан ауру анықталып жатса, енді 10 есе көп. Мысалы, кеше 5 қарашадағы көрсеткіш бойынша 591 адамнан коронавирус анықталған. Мынадай қызық жайт бар, желіде Алматының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшиннің қаулысы пайда болды. Онда санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті 150-ден аспайтын адамның қатысуымен және алгоритмді сақтай отырып, Алматыда іс-шара өткізуге келісім берді делінді. Түсінбедім. Сонда ауру жұқтыру дерегі артып жатқанда, мынадай шешім ақылға қона ма, қонбай ма деп сұраған біреу жоқ па? Алматы қаласының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті осы қаулыны бір ғана шара үшін шығарылғанын айтып, жауап беріп отыр. Олардың айтуынша ведомство спортшыларға құрмет көрсету және персоналды даярлау үшін бір реттік шараға жібердік дейді. Жарайды, бір реттік. Сонда коронавирус 150 адам бір рет қана жиналса жұқпай қала ма екен? Ол қандай коронавирус сіздер жақта? Медицина саласындағы жұртты таңғалдырған тағы бір жаңалық бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың ұсталуы болды. Бастапқыда осындай жоғары лауазымды адамның ұсталғаны туралы әлеуметтік желілерден бірінші болып білсек, бұл енді нонсенс қой. 2 күн өткеннен кейін ғана оның ұсталғаны расталды. Сөйтсек, Біртановқа 500 миллиард теңгені ысырап етті деген айып тағылып отыр екен. 500 миллиард теңге оңай ақша емес. Айтуға болатыны тек Біртановтың қызмет кезінде ашық әрі анық мәлімдемелер жасап, журналистермен де қарым-қатынасы жақсы еді. Әріптестерінің ішінде де оны жақтап қолдайтындар көп. Тіпті дәрігерлер деп қазіргі уақыттағы петиция жариялап, ақтап алуды талап еткені хабарланды. Қайткенде де біз ештеңе айта алмаймыз, бәрін сот шешеді. Наконец-то, бірақ бұл жолы Жандарбек Бекшин туралы емес, бәріміз ұмытып кеткен Бейбіт Қорған деген әнші естеріңізде емес, сол тағы да хит болыпты. Бірақ ән арқылы емес, TikTok арқылы. Сөйтсек, Қазақстанда емес, Үндістанда TikTok пайдаланушылары арасында осы Бейбіт Қорғанның Шоқ қыздар әні танымал болып шыға келіпті. Қазақ тіліндегі әнге 25 мыңнан аса видео түсіріліпті. Онда үндінің қыз жігіттері қазақ әншінің әніне аузын жыбырлап тұрады. Қызығы? Нет. Жанары оттай жанып, жүрегімді шоқтай қарып, сұлуларды көргенімде жаным тағы таппай қалып, нананы. Бәріміз жаппай ұмыта салатын осындай әншілердің қайтадан хит болып, ел назарына оралып жатқаны қуантады. Мысалы, коронавирус кет деп әндеткен Марат Омаровтай кезіндегі атақты әншіден ешкімде мұндай туынды күтпеген анық қой енді. Ол аз болғанда енді ағамыз маска туралы тағы бір ән шығарды. Соған қарағанда қазақ эстрадасы тарихында ойып тұрып орын алған әншіге трендте болу ұнап қалған сияқты. Тыңдап жүре берейік, қуанышымыз көп болсын. Бастысы ауырмаңыздар. Осымен бітті.